Зейн Шашкин, доктор Дарханов романы. Басы плейлисте. Бұл менің жас күнімдегі ғашығым, дедім әдейі. Ғашығым қалыңдығыңыз болар. Сөз байласып жүргенде қайтыс болған. Қайғы қасіреттің көлеңкесі тұр көзінде. Көрдіңіз бе? Деді де сөзді кенет бұрды. Доктор, мына қабырғаның ар жағында мен жатам. Солай ма? Дедім шын таңқалған дауыспен. Кейде түні бойы аунап дөңбекшіп шығам. Кереуетім сықыр-сықыр етіп ұйқы бермейтін болар-ау. Кейде түн ортасында біреумен сөйлесіп жатасыз. Түсімде сөйлемейтін ем, дауыстап кітап оқымасам. Үйге қонақ келуші ме еді? Қызын көзі сұқтанып, өңменімнен өтіп барады. Езу тартып жымидым. Жоқ, Сағилаш, күндіз де түнде де жалғызбын. Сағила ауызғы бөлмеге қайта оралып, әр затты тамашалап көріп, люктен астыңғы этажға түсті. О, біздің ас үйден мынау үлкен бе дейім. Әрі бастайық, егер ұнаса. Әрі бастамаңыз, сыйлаңыз маған. Ала ғой. Екеуміз қатар жарыса күлдік. Сағыш, деймін сынау үшін даусымды жорта құйқылжытып құмарта сөйлей. Еріккен жалғызсыраған жігітке осы бір шақ кермек сияқты. Ода құлағын түре әрі қарай тағы да жылы сөз естігісі келгендей елегізе тыңдайды. Сағыш, тамағың жазылды ма? Дедім ойымды кенет бұрып. Сағиланың қиылған қасы заматта бір түйілді де қайтадан жадырап маған жалт қарады. Мен де одан көзімді алмай, осы бір мезет біраз сырды аңғарғандай болдым. Ағатай, сен деп соғар жүрегім бар. Егер оны ұқсаң, әурелеме дегендей. Бірақ осы бір жалынышты ойды іштей қинала толғатса да үлбіреген қып-қызыл түркі ерні, желбезегі діріл қаққан тәмпіш мұрны, нұрланған қоңырқай көзі, жігіт болсаң кел де құш мені, сүй, деп шақырғандай. Қыздың ең алғашқы ерсілеу көрінген томпақ көзі, шыңғы жағы енді онша өріскел көрінбей ұнай бастады. Өзіне жарасты да ұнамды ма деп қалдым. Кейінірек біраз жылдар өткеннен соң барып ұқтым. Электрдің қуатындай көз нұрымыз шағылысып, махаббат оттары ұшқындап, бірімізді біріміз құмартқан сәт екен ол. Енді менің де жүрегіме қуаныш пайда болды. Үй ішінде безек қақтым. Жалма жан электр плитаға шай қайнатып, стөл үстіне тамақ жасап, қалбалақтап күле бердім. Көптен бері кереует астында жататын бір шөлмек қызыл шарап болушы еді. Есіме түсіп, оның да тығынын аштым. Бірінші тосты менің үйіме сенің келгеніңе көтерейік, жарай ма? Сағила көзін төңкере тастап, басын шұлғыды. Мен де ода бір ұрттап қайта қойдық. Енді екеуміздің осы үйде күнде кездесіп тұруымызға көтерейік. Қыз бұл жолы бокал түбін қаға ішті. Ол не істесе, мен де соны істеп ілесіп қана отырмын. Шарапты тағы шыпылдата құйып қоям. Енді екеуміздің өміріміз сәнді болуына көтерейік. Оған қалай қарайсың? Сәнді? Я, сәнді. Менің өмірім жүдеу, көңілсіз екенін көріп отырсың ғой. Бұғанда ішіп қойдық. Енді сенің әніңді есту үшін. Сағила түрегеп ән салды. Машықтанып алған оп-оңды даусы бар екен. Өзі де құрғыр құйқылжыта нәшіне келтіре айтты. Осы әнің үшін деп тағы да бір ішкізді. Бұдан кейін радио қабылдағышты ойнатып, екеуміз билеп, сол биіміз үшін тағы да бокал қағыстырдық. Тостың санын сылтау тауып көбейте бердім. Сағыш, сенің әдемі ернің үшін бір тост көтергім кеп тұр. Оған қалай қарайсың? Қыз шаттана күлді. Енді бар ғой, дедім аздан соң, сол ерніңнен сүю үшін.
Қыз әбден балқыды. Үйдің ішінде қызара бөртіп дөңгеленіп жүр. Енді қыз менің уысыма түсті. Не істесем де еркімде. Бірақ миымның арғы түбінен біреу: байқа, ұятқа қалып жүрме, көршің ғой, дейді. Достарымнан есі кеткен қыз маған бұрынғыдан да бетер телміре көз тастайды. Сақ-сақ күліп, арбап құмарымды арттыра түседі. Әйтсе де сезім тізгінін бекем ұстап тежей бердім. Үйдің ар жақ қабырғасында қыздың әке-шешесі біздің дүрду шуымызға құлақтарын тігіп, баламыз қашан қайтады деп тосып та отырған болар. Сағатыма қарасам 12-ге жақын қалған. Сағиланы есігінің алдына апарып сап, қоштасып үйіме қайтып оралдым. Сүйкімді де қылықты бұл қыз жерден шықты ма, көктен түсті ме, әлде бағыма, әлде сорыма кез келді ме? Ертеңінде кешке жақын Сағиланың үйіне өзім бардым. Өткен түні билеп жүріп, тумбочканың үстінде жатқан кітапқа көзі түсіп: оқып жатқаныңыз нендей кітап, авторы кім? Деп сұрап білген соң, маған да беріңізші деп тілек еткенді. Сол кітапты қолтығыма қысып, сылтауратып ала бардым. Барсам, Сағила жоқ. Сол күні Затонның клубында сауық кештері бар екен, соған кетсе керек. Сағила болмаған соң кеткім кеп, босағадан әрі аттамай тұрып қап ем, әке-шешесі қарапайым меймандос адамдар көрінді. Жік жапар болып, қоярда қоймай төрге шығарды. Қарағым, жоғары шық, бөтен кісі емессің, деп әкесі семсер қара мұртты бар, көзілдірікті егде тартқан кісі орындық ұсынды. Қызы шешесіне тартыпты. Дөңгелек бет, тәпілтек қара әйел сыпсыңдай сөйлеп, дедек қағып, самауырынға жармасты. Іштей налып мен отырмын. Апырай, бекер келдім-ау, кеше уәделесіп алмай салып жетіп баруым ыңғайсыз болды. Ақсақал, қайда істейсіз? Дедім, қарап отырғанша таныса берейін деген ниетпен. Сөзді созып, ырғалып сөйлейтін кісі екен, аспай-саспай. Қарағым, осында әлгі сауда орнында есеп қисап жағында жүрмін, деді. Бұл сөзінің бастамасы екен. Бұдан әрі баяу, қоңыр дауыспен сөйлей берді. Сауда қызметкерінің дау жанжалы көп болатынын, құлқыны құрғырдың байқамай жеп қоя беретінін де сөз қылды. Аздан соң пыс-пыс еткен иесінің өзі сияқты домалақ сары самауырынды көтеріп Сағиланың шешесі келді де, мылжыңдап баланың басын ауыртып, қайдағыны айтасың, одан да сырқырап жатқызбайтын буыныңның ауруын сұрасайшы, деп күйеуін зекіп тастады. Зайыбы қожа ма деп қалдым. Осы бір сәл нәрседен жасаған топшылауым кейін дұрысқа да шықты. Шай ішіп аяқтай бергенде қып-қызыл нарттай боп, әлденеден құр қалғанда екпіндей басып Сағила кірді. Мені көріп сасып қалса да, артынан көңілі орнына түсті ме, күлімдеп әуелі маған тіл қатты. Нияз Базилевич, вот тамаша, деп маған қолын беріп амандасты да өз бөлмесіне кіріп кетті. Айналайын, ерке тайым, деді қыз соңынан тамсанып қызыға қараған анасы. Әкесі мұртынан жымыңдап, жалғызың ғой, деп бір қойды. Мен де іштей өзіме өзім ризамын. Кешегі алданбағаным қандай жақсы болды. Көрдің бе, Нияз, біреудің алақанына сап әлпештеп отырған жалғызы. Нәпсіге сақ бол, ұятқа қалдырады, дедім, өзімді өзім мысқылдап. Киімін ауыстырып, иіс майын бұрқыратып қыз шықты. Кешегіден бүгін тартымды да сүйкімді. Үстінде жылан терісі сияқты сұр шұбар халат, шашын бұйралап алған, әкесі мен шешесінің ортасына кеп отыра қалды. Екі көзі қарама қарсы отырған менде. Доктор, жүрек ауырса қандай дәрі ішу керек? Әлде бір шаншуда
ауырсынған кісідей қабағын шытып қойды. Шешесі шұрқырап қыздың үстіне түсе кетті. Жүрегім, шын айтып отырсын ба күнім? Әкесі оны қостады. Осы бір ансамбль дегенді қайдан тауып алғаныңды айттым ғой, баяғыда таста деп. Іштей күлкім келіп мен отырмын. Жалғызым десе жанын қиған, ауыздағысын жырып берген қайран ата-ананың мейірін айтсаңшы. Қыз сөзінің астарына олар қайдан түсінсін? Қыздың ерні мен қабағы жасырса да, күлмің қаққан көзі, дір-дір еткен танауының желбезегі құланып отырғанын сездіріп тұр. Жүрек ауырса тыңдап қарайық, емдейік. Айналайын, өзіміздің дәрігер ғой, тыңдасын, ұялма, деді менің аузымдағы сөзімді жұлып ап шешесі. Қарағым, біз де тірі жанбыз, жақсылығыңды ұмытпаспыз, деді әкесі сөзін соза сөйлеп. Қыз атып тұрды. Кәне, қазір тыңдайсыз ба, доктор? Стетоскопым үйде қалып қойып еді. Онда сол сіздің үйге барайық. Айналайын, барыңдар, деді тағы да шешесі жеделдетіп. Қыз дегеніне жетті. Оны ертіп үйіме алып бардым. Жаздың қоңыр салқын түні. Аспандағы жұлдыздар жымыңдап маған көзін қысқандай. Байқа, мынау қыз қу екен, деп ескерткен тәрізді. Ай, менің ішкі камертоным да осы бір ойды қолдағандай. Сағила екеуміз табиғат суретіне сүйсіне қарап, басқышта аз тұрып қалдық. Дене салқындап, бой тоңазый бастады. Екеуміз де аспаннан бір жоқ іздегендей шалқая жоғары қарап тұрмыз. Анау қай жұлдыз? Дейді ол тас төбеде жалт-жұлт еткен оқшаулау жұлдызды иегімен нұсқап. Ол сенің жұлдызың, әр адамның өз жұлдызы боладымыз. Менің жұлдызым екен қайдан білдіңіз? Әдемі де жарық, сен бақытты да көрікті жігітке тиесің. Солай ма? Сіздің жұлдызыңыз қайсы? Менің жұлдызым әлі туған жоқ. Неге? Тегі кешірек үйленетін сияқтымын. Сонда не? Күйеуге ерте шығатын мен бе? Жұлдызың солай дейді. Әлде ол өз сіздің жұлдызыңыз болар? Ол сенің жұлдызың екеніне шүбәң болмасын, Сағыш. Жұлдыз кімнің оң жағында тұрса, соныкі, білмеуші ме? Қыздың бойы тоңазып, дірілдей бастады. Мен жаным ашыған боп, бауырыма икемдеп қысып көріп ем. Қымсынбай, пиджагымның бір өңірін жамылып, құшағым астына ене берді. Мен бойымды аулақтау ұстап, салқын құшақтап, үйге алып кірдім. Кәне, қай жерін ауырады? Қыз менің бетіме таңдана қаратты, мырс етіп теріс айналды. Мені шын ауыртқыңыз келе ме? Деді де терезе алдында тұрған радиоқабылдағышты ойнатты. Жоқ, Құдай сақтасын. Саған ауру тілеп мені кім деп ұғасын, Сағыш? Қыздың ишарасын ұқпаған кісіге ұқсадым. Әке шешесін алдап мені үйіме ала жөнелгеніне де түсінем. Бірақ қыздың мені неге қытықтап жүргеніне түсінбедім. Жастық шақтағы ерке мінез бе, не шын берілген көңіл ме? Осы бір кештен бастап екеуміз әке шешеден де, көрші қолаңнан да сескенбей кино театрға серуенге ашық кететінді шығардық. Қызық күндер зымырап өте берді. Менің де қызға деген ынтазарым күннен күнге күшейе берді. Сағила күнара клубқа, мектептерге, концертке барады. Мен ере барып, ертіп қайтам. Үйге қайтқан соң түн ортасына дейін билеп, ән сап, мәз-мейрам боламыз. Өстіп жүргенде бір күні жақын аудандарға гастрольге шықпасы бар ма Сағиланың? Тағы да баяғы құлазыған жалғыздық еңсемді көтертпей иығымнан басты. Күннің көзі баяғыдай шақырай ма, күңгір тартып айналамдағы табиғат сұрғылт бояуға бөленді. Мен Сағиланы сағынып, түн баласы
дөңбекшіп ұйықтай алмайтын әдетке душар болдым. Кейде оның мөлдір көзі күлім қағып, доктор, жүрегімді тыңдашы, соғысы өзгерген бе дейім. Неліктен деген даусы да құлағыма келеді. Шынымен сағынамын ба? Сағыну үшін сүю керек. Олай болса, Сағиланы сүйгенімде әуелде ұнамаушы еді. О қалай, деді де іле іштен бір дауыс мысқылдап. Қайтесің? Біреу көрісімен сүйеді, енді біреу жүре сүйеді демеп пе едің ертедегі Римде? Жоқ, жүректі шын елжіретіп есті алатын махаббатқа ұқсамайды. Бұл қызығып таңсық еткендеймін. Жастық шіркін әуес қой. Жылтыраған көрсе қызығып, соған құштар болатын әдеті ғой. Өзімнің ішкі сезімімді шимай шаттық хат секілді жөнді түсіне алмасам керек. Әлде жалғыздық аяғымды арқандаған аттай тұсап, үй маңынан ұзап шығармай көзіме түскені де, жүрегіме әсер еткені де сол Сағила ғана болғаны ма? Кім білсін, әйтпесе Сағиланы жоқтап айналамды сипалай берер ме едім? Бар ермегім үйім, үйдің жиһазы. Қызметтен қайтысымен жуып жинап әуре сарсаңға түсіп жүргенде кеш те батады. Одан магазиндерге барып тамақ сатып әкеп, ас істеп ішіп, медицина жайында шығатын түрлі журнал, газетті қарап шыққанша жататын мезгілде болады. Сөйтіп өмір календарымның тағы бір күні аударам. Жүректің арғы түбінен еміс-еміс ренішті дауыста естіліп қалады. Ей, доктор, сен іздеген гүлің осы ма еді? Бірақ мен оны елемеймін. Қолды бір-ақ сілтеп, сол сәтте естен шығарып жіберем. Дәл осы ренішті дауысты емхананың бас дәрігері естіп қойғандай. Сол бір күндері шақырып ап, бірер жайды ескертпесі бар ма? Доктор Дарханов, бізде қызмет істегелі біраз уақыт өтті. Әрине, қызметіңізден осалдық таппаймыз, жақсы істейсіз, бірақ жеке жүресіз, емхана өміріне кіріспейсіз. Оныңыз қалай? Кіріскен деген сөзді ұға алмадым, дедім. Менің мұндайда тыжырая қалатын әдетім. Кіріскенде қоғам жұмысы бар. Мысалы, сізді кәсіподақ бастығы жиналыс екеш жиналысқа да қатынаспай дейді. Мен күлдім. Қымбатты коллега, осыны да сөз деп айтып отырсыз ба? Бас дәрігердің көзі бадырайып, мынау ұрып жіберуден тайынбас өзім дегенде кейін қарай шалқая берді. Бұрын ешкім мұндай сөзді бетіне айтпаған адам не дерін білмей жақтырмай басын шайқады. Неге олай дейсіз? Мен иығымды көтеріп, тыжынырып, кекесін дауыспен жауап қайырдым. Өмірде қоғам жұмысын істеп жүріп жақсы емдеген дәрігерді көрген емеспін. Қателесесіз. Жоқ, сіз қателесесіз. Қоғам жұмысын атқарып жүрген дәрігерлерді бақылап қараңызшы. Күніне 5 сағат қызмет істеу керек болса, соның 4 сағатын емге жұмсайды, аз дегенде 1 сағатын қоғам жұмысына жібереді. 5 сағаттан тыс қалып, ол қоғам жұмысын өлсе істемейді. Сонда кім ұтылады? Емделуге келген сырқат адамдар. Асығып, үсігіп, шала шарпы қараған боп жөнелте береді. Ең ақыры аурудың диагнозын да түзу қоймайды. Енді не дейсіз? Сың дегендей сотқар балаша бетіне одырая қарадым. Сондықтан қорытындыңыз не? Не демексіз? Дәрігерлерді қоғам жұмысына жекпей нәтиже шықпайды. Біздің заманның дәрігері айтатын сөз бе бұл? Осы заман адам болмағанда 19 ғасырдан келді деп отырсыз ба? Жоқ, шекарадан өткен қашқын дейсіз бе? Креслоның арқасына басымды салып шалқая түсіп сылқ-сылқ күлдім. Өзіңіз келмегеніңізбен кей сөздеріңізден сол жақтың лебі еседі.
Байқаңыз, коллега, ұнамайсыз маған, деді бас дәрігер түсін суытып. Қорқытасыз ба? Жоқ, сақтандырам. Немене? Мен үкіметке қарсы үгіт жүргізіп отырмын ба? Жүргізбегенмен ішкі сарайыңыздан бір ыңғайсыз иіс келеді. Ішіңізде шіріп жатқан бір ісік бар ма деймін? Ауырғам жоқ әлі, Құдайға шүкір. Тазамын. Менің сөзіме түсінбей таңба ала жүгірген өзіңіз баяғыда ауылда жоғалып кетпесін деп асау тайға шыжылдатып таңба басатын. Сіз қазір сол таңбаны маған ала ұмтылғыңыз келіп отыр ма деймін? Бас дәрігер қайтып тіл қатпады. Түнеріп орнынан тұрды да халатын шеше бастады. Мен де қоштасып өз жөніме кеттім. Бірақ бас дәрігерге қисық жауап бергенімді, оның кек сақтап қалғанын кейін ұғындым. Арасына 3 күн салмай облыстық денсаулық бөлімі шақырып ап, ертіс бойындағы бір қазақ ауданына командировкаға жіберді. Амал қанша, бас тарту қиын. Үйімді құлыптап көршіме тапсырдым да жүк таситын машинаға мініп алыс ауылға сапар шектім. Менің тексеретін колхозым ауданның жанында 15 шақырымдай жерде екен. Аудан орталығына соқпастан тура бардым. Соғыс кезінде жүдеп қалған колхозшылар қыстан тәлтіректеп шыққан малдай жерден басын көтермейді. Таңның атысы, күннің батысы егін басында қыбырлайды. Қыбырлайды жүрет, күлкі әзіл ән қымбатқа түсетін сияқты. Әңгіме астық, норма, бригада, трактор деген сөздердің ғана маңында. Көптен ел аралап көрмеген маған бәрі таңсық. Сол колхоздың бірнеше үйін аралап тұрмыс халімен таныстым. Ең алдымен менің көзіме ілінгені тазалық жағы. Ежелгі қазақтың әдет құсалты жерге отыру, сулық, майлық, қолмен ет жеу, балалардың үсті басы қотыр. Әбден танысып болып, колхоз кеңсесіне кірсем, бастық 4 бақ қара қазақ кеңсесінде отыр екен. Аңқылдаған ашық адам секілді. Салғаннан шүйіркелесе кетті. Облыстық денсаулық бөліміне шағым түсіргенім шын. Өзің көрдің ғой? Көрдім. Не дейсің? Төрелігің өзің айтшы. Қотыр бүкіл ауылға жайылып барады. Емдемейді. Жарты жылдан асты қақсағалы. Жоқ, ойларына кіріп те шықпайды. Ауданда денсаулық бөлімінің бастығы бір бұқа бар. Таңертеңнен кешке дейін аңдитыны қызыл желек. Неге емдемейді? Дәлелі не? Дәлелі көп. Соңғы кезде бұл жұқпалы қотыр емес, кірден болған дегенді тапты. Түсінікті, бірақ тазалық жағы кемшін екені анық. Оған не дейсіз? Басты күлді. Маған енді қартайғанда колхозшылардың қолдарына су құйып шомылдыр дейсің бе? Су құймаңыз. Жиылысқа сап беттеріне баса айтыңыз. Оған көнбесе әкімшілік шара қолданыңыз. Әкімшілік шара қолдандырып мені соттатып жібергің кеп отырау, балам. Халқына жаны ашитын ақылды бастық бір есебін табады да. Бастық қарқылдап күлді. Бұл сендердің, дәрігерлердің жұмысы қарағым. Қала берді, ауылдағы ана мұғалімнің жұмысы. Мені қажап қайтесін, өзім егінімді орып алсам да соған шүкіршілікде. Сөз бітті, мен үндемедім. Сол күні кешке ауданға келіп денсаулық бөлімінің меңгерушісін үйінен кеңсесіне шақыртып алдым. Еңгезердей қой көз сары кіріп келді. Мұрнының ұшы қып-қызыл, дәуде болса арақтың құдығы шығарсың. Әй, колхоз бастығының сөзі тегін емес-ау, дедім іштей. Артынан білдім. Дәрігерден мен көп білем дейтін қарт фельдшердің бірі екен. Екеуміз салғаннан айқаса кеттік.
коллега, бұл қалай? Бір колхоз тегіс қотыр, сіз қол қусырып қарап отырсыз. Лас, кірдің салдары, деді тыжырынып ол. Өзіңіз дәрігер бола тұра, жұқпалы қотыр мен кірден түскен жай қышыманы айыра алмағаныңыз ба? Сіз құрлы айыра алам. Ғапу етіңіз, коллега, олай десеңіз, сіз надан екенсіз. Акт жасаймын. Қолыңнан бір келсе екі қыл. Сіздің мұныңыз қастық, емдеу емес, келемеждеу. Қастық, жаның ашып тұрма. Білдік желдің қайдан соққанын, деп қарсы даусап түрегелді. Мен акт жасадым, ол қолын қоймады. Қалаға қайта оралсам, облыстық денсаулық бөлімінің меңгерушісі баяғыда емес өзгеріп қалыпты. Қызыл мұрын телефоннан бұлбұлдай сайраса керек, үн-түн жоқ, тыңдатты, ақтыны алып қап қоя берді. Қызметке шыққан күннің ертеңінде жергілікті комитеттің мәжілісіне шақырып ап, талқыға салмасын ба кеп. Көмек бер деп жіберсек, қарт фельдшерге тілін тигізіп, бүкіл ауданға масқара қылды. Онымен қоймай, ұлт араздығын қоздырды. Осы Дарханов кім өзі деп бірінен соң бірі шығып ал сөк. Бас дәрігер әнеугі қоғам жұмысына жекпе дәрігерлерден нәтиже шықпай деген сөзімді ұстап ап, міне сол теорияның нәтижесі деп бетіме басып, ұрсып қоя берді. Бірақ қатты шара қолданбады. Шынында, о жолы өзім туралы айтылған сөз емес, кейбір дәрігерлердің ісінен жасалған қорытынды да. Ақ көңіл, бейқам басым ұрылып қалдым. Ақыры сенімсіз, қауіпті адам деген атаққа ілінді. Бір күні апарып жауып та қою ықтималау, масқарай. Алматы барып аспирантураға түсіп диссертация қорғасам ба екен? Жоқ, колхозға барып дәрігер боп ауыл ағайындарының тас қотырын, өкпе ауырын емдесем бе екен? Әнеугі қызыл мұрын сияқты біреу кездесеп, дұрыс қызмет істетер саған. Тірідей жеп қойсын, жә Нияз ақымақ па? Жасаулы үйін тастап колхозға баратын. Өстіп қайтерімді білмей дал боп сөзге ілініп шатасып жүргенде бір ай шамасында Сағила да қайта оралды. Кеште мұңайып отырғам. Біреу есік қағады. Бейсауат адам келмеуші еді деп таңырқа есік ашсам, ар жағында күлімдеп Сағила тұр. Үстіндегі қан қызыл көйлектің әсері ме, қыздың жүзі де қызыл шырайланып бал бұл жайнайды. Томпайған ерні сәл ашылып, ар жағынан маржандай ұсақ ақ тістері көрінеді. Сағилаш, о да маған қарай ұмтыла берді. Мен құшағымды бұрын жайып, бауырыма қыстым да еңкейіп ерніне төндім. Ол бетін менің кеудеме басты. Біріміз қатты аңсап, сағынса керекті хал жайды тілсіз ыстық құшақпен ғана ұғыстық. Күнге күйген өзі қоңырқай адам одан да бетер қарайған. Шамалы толған денесі жұмырланып, көйлегіне сыймай тырсылдап сыртқа тебеді. Нияз, сіз жүдегенсіз бе? Ауырдыңыз ба? Жоқ, қашан келдің? Әлгі бір әзірде Сағила жан-жағына қарап, сол қалпы өзгеріс білінбейді деді. Қандай өзгеріс күтіп ең, Сағыш? Мен бе, кім білсін, дәрігер мен дәрігер оңай тіл табысады дейме? Жоқ, Сағыш, олай десең, мені ұқпағаның, сенен басқа адаммен маған тіл табысу қиын. Сағыш сақ-сақ күлді. Менің жауабыма риза сықылды. Радио қабылдағыштың қасына барып шамын жағып Москваны ұстады. Би музыкасын беріп жатыр екен. Сағила мені құшақтай ап дөңгелей берді. Аздан соң шешесі келіп қызын шақырып әкетті. Көңілім жабырқап қалды. Осы жүрісі не? Бұл қыз өстіп жүргенде бір актерге тиіп кету мүмкін. Сонда мен не істеймін? Жоқ, Ния, сен шын
сүйесің бе? Сүймей қалай үйленесің? Ертең қалай тұрмыс құрасың? Ең ұзаса бірақ жыл өмір сүресіңдер. Содан соң екеуің екі жастықты құшақтап екі жаққа жүгірмейсіңдер ме? Асықпа, әуелі өз жүрегіңді сына. Сағила деп құмарта салмақты соға ма? Жоқ, бір түннен кейін дір етіп басылатын дәлдір соғыс па? Ойлан. Үйлену жас жігіті өмірдегі ең биік белесі. Өз жүрегіңнің алдында ғана жауап бермейді. Ол бүкіл ұрпағың келешегінде осы қадамға байланысты. Осындай түні бойы өзім егесіп, айтысып та жаттым. Сағат түнгі 12-ден асқан кезде ар жақ қабырғаны біреу ақырын тақылдатты. Құлағымды тікті. Сағыш болу керек. Кел мен қасыма деп шақырғандай. Әлде менің дөңбекшіп жатқанымды сезіп ұйықтасаңызшы дегені ме? Кім білсін. Баяғыда елде қыз оятады дейтін. Сондай мен де ұрланып барып терезеден түссем бе? Терезенің топсасын Сағила өзі ашпаса түсе алам ба? Тух, адам ойына қайдан келеді осы. Таптым. Ең төтесі бұл қызбен Морзе не Бестужевтің тілімен неге сөйлеспеймін. Бір кезде тарихты оқығанда Бестужевтің тілімен таныстырған қайда? Ертеңінде кітапханаға барып бүкіл тарихи кітаптарды ақтарып іздемесім бар ма? Ақыры жарты күнімді жіберіп зорға дегенде тауып көшіріп алдым. Келесі күні сол тілді Сағилаға да үйреттім. Екеуміз бір кеште жаңағы Бестужевтің әліббиін жаттап алдық та түнде жатып ап қабырғаны тықылдатып сөйлесетін болдық. Екеуміздің бұл тықылымызды Сағиланың шешесі естіп қалыпты да күйеуіне: біздің үйдің астынан ылғи бір тықыл естіледі. Біреу қазып жатқаннан сау ма? Депті. Күйеуінің көзі шарасынан шығып 3 түн ұйықтамай аңдиды. Әр қабырғаға құлағын бір тосып айыра алмай қояды. Бір күні Сағиланы концерттен ертерек алып қайтып, аулаға кіре беріп алдымыздан қалтиып әкесі шыға келді. Амандасып боп, неғып тұрсыз дедім. Сені күтіп тұрмын. Иә, осында түні бойы үйдің астынан тықыл естіледі. Біреу қазып жатқан жоқ па? Сағила мырс етіп күліп жіберді де аузын баса қойды. Әкесі оған адырая қарады. Мен де күлкіден булығып, ернімді тістеп теріс айналдым. Папа, ол бөтен кісі емес, мына Нияз шеге қағатын, деді Сағила. Қыздың тапқырлығына сүйсініп қоштай кеттім. Ойбай, ол мен едім. Ғапу етіңіз, үйге керек жарақ заттарды сатып алмай, көбін қолдан жасаушы едім. Мазаңызды алсам кешіріңіз. Тастайын.